Арман жолды бастайық, асулардан асайық, болашағы біз елдің сеніміңді ақтайық. Қош-қош енді мектебім, қош-қош енді ұстазым, қош-қош менің балауса достарым. Мектеп 25 қоңырау салтанатты іс-шараға тапсырылып қойылды. Баяндап тұрған әскери жетекші старшын Бергенбай. Қабылданды. Мектеп еркін тұр. Армысыздар, аяулы ата-аналар, құрметті қонақтар, ұлағатты ұстаздар және арманың асқарына ұмытылған жас түлектер. Міне, тағы бір жыл оқу жылы аяқталып, мектебіміздің түлектері бүгінгі салтанатты жиынға балалықпен, мектеппен қоштасқалы тұр. Бұл күн мектеп тарихында, мектеп бітіруші түлектердің есінде өшпейтіндей мәңгі күн. Өнері мен білімін өз бойларына өре білген еліміздің ертеңгі тізгінін қолға алар түлектерімізді құрметпен қол шапалақтап қарсы алайық. Сынып жетекшісі Тәліпбаева Нұрипа апайымыз. 11-ші сынып жетекшісі Диабет Гүлдана. Қош айтысы балалық шақ өткеніне, қош айтысы сүйікті мектебіме, тұғырдан түлеп ұшқан жас қырандар, аттанып барады өмір көктеміне. Толқимыз, толқып тұрмыз баршамызда, мұндай күн болған бәлкім баршаңызда. Қол соғып құрметпенен шақырайық бітіруші түлектерді ортамызға. Біздерді үміт алдан, ұстазым мен сені ұмыта алмам. Үйретем деп өмірдің қарасадым, ағарды ғой біз үшін қара. Ақылшыға сойар мұнан, арналсам саған осы. Ары қарай салтанатты жиынымызды жас түлектер Досан Мөлдір мен Жеталы Мұхамеджан жүргізетін болады. Қазіргі таңда еліміздің әр саласында қызмет етіп жүрген 10 жылдық, 20 жылдық кездесуге келген түлектерімізді салтанатты түрде бүгінгі жиынымызға шақырамыз. Қош келдіңіздер 20 жылдық түлектер. Қош келдіңіздер 20 жылдық түлектер. Жас сапар. Бүгінгі мектеп сіздерге қуаныш сыйласын. Жас шақтарыңызды естеріңізге түсірсін. Алдымызда келе жатқан жетекші
sevgi Baştaşım ötüm ketkenime Alayşa işkım sevgi Al aşkımla elesimde Tatlı olsun. Akşam. Şaştım yine dostlarım Nasıl Arıgıray saltanatlı jiyinimizde Dokan Möldir men Muhamedcan Yetalı baskarım. Hayırlı gün, qadrli ata-onalar men qo'noqlar. Өзің менен өлшеусіз нарқым менің, асқар тау, арқа тұтар алтын белім. Ұядан ұрпағыңды ұшырмаққа, қош келдің, айналайын халқым менің. Көз tağıp qaramdarшы boyımızga, ortaq bo'p bugungi o'tgan o'yimizga. Xo'sh kelibsizlar ustozlar, ata-onalar, so'nggi qo'ng'iroq qo'shtashuv to'yimizga. Алтын күн шуағын көк байрақ шашатын, жатсынбай әлемге құшағын ашатын, қазақтың жерінен нәр алған даласы, тәуелсіз бейбіт ел мәңгілік жасасын. Mektab tüzel tek tur. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы салтанатты түрде жиынға енгізілсін. Esmağan gerege Kuktudun jelbergede Şancakta tartmay kazandım Özüzge şinav degeni Kuktudun jelbergede Şanıma kuvat eder Барша халық таныған біздің үміт тілекті, шырқылған да әнұран шарттық кернер жүректі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны орындалсын.
үшін алғашқы сөз кезегін мектебіміздің басшысы құрметті Ыстаева Айсара Нұржігітқызына беріледі. Еңбегіңіз еленіп жанып жатыр, қалаулы деп халқыңыз танып жатыр. Бірінші түлектер қанат қомдап, қанаттарын қияға қағып жатыр. Ажырамай ұжымнан бір елісіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз. Сөз берелік мектептің басшысына, салтанатқа жиынға арналған тілегіңіз. Құрметті қонақтар, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, оқушылар және менің класстастарым 20 жылға келген түлектер, мектебімізге қош келіпсіздер. Барлықтарыңызға бүгінгі 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесімен барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймын. Біздің мектебімізде бүгін салтанатты жиын. Жалпы мектебімізде 672 оқушы бар, бірақ біз кеше 350 оқушыға кеше күні соңғы қоңырау салтанатты жиын өткізгенбіз. Бүгін 7 класстан бастап өткізіліп жатырмыз осы бүгінгі күнге. Барлықтарыңызға біріншіден дендеріңізге саулық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Мына біздің мектеп оқушылары мектепті 672 оқушымен бітірсе, үздік оқушы 123 үздік оқушымен мектепті аяқтап отыр. Барлықтарыңа жазғы демалыста жақсылап демалып, Құда қаласа, 1 қыркүйекте жақсы көңіл күймен керемет демалыста демалып келулеріңізге тілектеспін. Енді біздің биылғы 11 сыныпымызда 45 оқушы бар. Жалпы осы 45 оқушы мектепті бүгін бітіргелі отыр. 45 оқушының ішінде 27 оқушымыз ұлттық бірыңғай тестке өтініш білдіріп отыр. Қалған 18 оқушымыз мектепте мемлекеттік емтиханға тапсырады. Жалпы бізде 45 оқушының бір оқушысы биыл мектепте 20 жыл бойы үздік алтын белгі шықпаған еді. Бүгін біз осы биылғы оқу жылында біз бір оқушымызды алтын белгіге ұсынып отырмыз. Ол 90 мөлдір болады. Құда қаласа ұлттық бірыңғай тестте осы мектептің атын шығар, ауылдың атын шығар, елдің атын шығаратын мөлдірге сеніміміз зор. Құда қаласа мөлдір 125 балды алады деп тілектеспіз. Және де осы біздің өзіміздің 11 сынып оқушылары сапарларыңызға сәттілік тілеймін. Ақжол барлықтарыңызға Құда қаласа ертең 5 күні маусымның тестке, ұлттық бірыңғай тестке барып, мектептің атын жоғары деңгейде шығарады деп сенім білдіремін. Барлықтарыңызға әрқайсыңыз грант иегері болуға тілектеспіз. Жоғары мамандықтың иесі болып, әрқашанда биік шыңдардан көрінуге тілектеспін. Ақжол сіздерге. Және осы енді бүгін мен өзімнің бір жағынан толықтырым, мен өзім 20 жыл бойы көрмеген класстастарым мектепке келіп жатыр. Келгендеріңізге құтты болсын. Осыдан 1996 жылы біз осы мектепті Октябрь орта мектебінің 11 сыныбын бітірген болатынымыз. Міне осы сіздерді көріп өте қуаныштымын. Сіздерге зор денсаулық, жұмыстарыңызда табыс тілеймін. Әрқашан биік шыңдардан көріне беріңіздер. Бізді бітірткен елде 1 класста және 1 класста оқытқан Сәрсенгүл апайымызбен Орынкүл апайымыз бар. Сәрсенгүл апай мен Орынкүл апай. Тұрсаңыздар, міне осы кісілер бізді 1 сыныпта алғашқы 40 әріпті үйреткен ұстаздарымыз Орынкүл апай мен Сәрсенгүл апай. Міне біздің 1 сыныпта оқыған ұстаздарымыз және біздің 11 сыныпты бітірген ұстаздарымыз Арыспай ағай мен Ендібай ағай болатын. 11 сынып бітірген. Осы кісілерге мың алғыс. Қазір барлық мұғалімдеріміз зейнеткерлікке шығып отыр. Құда қаласа бізде Ендібай ағай осы жылды аяқтап зейнеткерлікке шығып, онан кейін Арыспай ағайымыз бар. Енді сіздерге рұқсат болса біздің мектептің 323 оқушының бізде үздік оқушылары мектепте аталған болатын, соларға марапат қағазын беруге рұқсат етіңіздер. Қарақұмжалық орта мектебінің 1 А сынып оқушысы Айқаз Райымбек 2015 үшін марапатталады. Айқаз Райымбек, тез келеміз. Арал Диас, Еңбекбай Кемелқұл Айсят
Süleyman Толқын, Өмірсейіт Нұрислам, Төлехан Тоғжан, Құрманбек Қазына, Тәуекел Рамазан, Әбжапар Айдос, Сраил Алпамыс, Қаратай Дарина, Сайлау Каусар, Батырхан Мадина, Қожагелді Мережім, Қуат Ажар, Қызралы Бағжан, Қуандық Абдрасу, Қайырбек Ұлжан, 7 сынып бойынша. Мыңбас Ұлдана, Әбуталып Арай, Құрманбек Ақтілек, Тәуекел Мадина, Алқан Жасулан, Ақболат Жібек, Атанбек Арайлым, Шымбай Дәулет, Жақсыбай Ернұр, Жеталы Сүндет 8 сынып бойынша. 10 сынып бойынша Кемпірбай Арайлым, Қыдырайлы Тоғжан, Сенбай Ұлас, Жеталы Гүлзат, жеткізбеген аңсаған, қайрат күшін қажды алмас қасағын, өмір теңіз толқындарды көргенде алғыс аға тілегінді аңсармын демекші, салтанатты жиынымыздың құрметті қонақтарына сөз береміз. Келесі сөз кезегін ауылымыздың әкімі құрметті Мұрат Махаулына беріледі. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар, құрметті аса құрметті мектеп бітірушілер және осы мектепті 20 жыл бітірген түлектер. Жалпы бүгінгі күн 25 мамыр соң Қоңырауда барлық оқушылардың, барлық ұстаздардың жүректері дүкілдеп үлкен бір керемет жақсылықтар күтіп жатады. Ол жақсылықтар мектеп бітірушілердің өмір белестерінің бір қадамы артта қалып, екінші қадамға аяқ басқаны. Ол қадамның үлкен құрметті де қасиетті екені өздеріне қаншама белгілі болса, ата-аналарына да басқа да туыстарына үлкен құрметпен қарап отырады. Сондықтан да мен үлкен тілекті осы мектеп бітірушілерге айтқан болар едім. Оның соның ішінде 45 мектеп бітіруші бітіріп жатса, соның 27-сі ертең мына болады, тест тапсыратын болса, соның бәрі үлкен деңгейде, жақсы ниетте болады деп сенемін. Міне өздеріңіз білесіздер, былтырғы жылдан бері қарай біздің мектебіміздің түлектері жақсы бітіріп, мына аудан көлемінде жоғары деңгейде өзінің үлестерін қосып жатыр. Сондықтан құрметті мектеп бітірушілер, құрметті ұстаздар, мына мерекелеріңіз құтты болсын. Ең қуанышты да, көңілді, керемет мерекенің біреуі осы 25 мамыр соңғы Қоңырау мерекесі. Бұдан кейін жас бүлдіршіндеріміздің бәрі мынау жазғы демалысқа шығады. Жазғы демалыстарын бәрін жақсы өткізіп, жаңа мектеп директоры айтпақшы, 1 қыркүйекте үлкен қуанышпен, үлкен көңілмен, үлкен ниетпен осы мектеп табалдырығын қайта аттаймыз деп ойлаймын. Сондықтан құрметті мынау Қарақұм мектебінің ұжымы үлкен жұмыстар атқарып жатыр. Сол жұмыстарды ары қарай атқарып, үлкен ниеттерге жете берсін. Мерекеміз құтты болсын. Таланттың басшы болып, таланттың қосшы болса, бір бастан
бір жағадан бас шығарып, бір жерден қол шығарып, ынтымағымен бірлігі жарасқан елдің арасы мол болады дейді. Сондықтан да мына әрқашанда біріміздің ынтымағымыз бен бірлігіміздің жарасып, бірімізге жақсы тілектер әрқашанда айтып жүрсек, еліміздің әрқашанда қуатты да ниетті болатынына көзіміз жетеді. Сондықтан әрқашанда бірлік ынтымақпен бас қоса берейік. Бүгінгі күннің ерекше болып тұрған өздеріңіз көріп отырсыздар. Мектеп директорымыз осыдан 20 жыл бұрын осы жерде мектепті бітіріп, биыл 20 жылдан кездесіп отыр. Өзі бүгінгі әрлеудің өзі, әдем нәрсенің өзі сол мектеп директорының құрметіне болып жатыр ғой деймін мен бір жағынан да. Сондықтан жақсы бір қол соғып қойып, бұл мектеп басқару оңай нәрсе емес. Сондықтан да әр мұғаліммен, әр мектеп балаларымен, оқушылармен жұмыс істеудің өзі оңай нәрсе емес. Сондықтан бүгінгі мынау 20 жылдықты бітірген түлектерге шын жүректен тілек айтамын. Дендеріңіз сау болсын. Ауылға деген құрметтеріңіз әрқашанда, ауылға да келсеңіздер әрқашанда есік ашық. Сондықтан құрметтеріңізге үлкен рахмет. Үйлеріңізде жақсылық, қуаныштар бола берсін деймін. Сондықтан да тағы да мына құттықтау сөз аудандық кәсіподақ, білім кәсіподағы Замира апайымыз бір арнайы хат жіберген екен. Мына енді орысша жіберді. Жақсылап орысша, бұрында да орыс бізде бар тұғын ғой, осы жерде. Сондықтан да мен енді оны қазақша аударым келіп отыр. Шын ниетімен мынау енді үлкен мерекелік датаға жіберген. Бұны арнайы біздің мектеп директоры Айсараға берген екен. Айсара соны оқып берейін мен жақсы. Білім және ғылым қызметкері кәсіподағы Ордабасы ауданы комитеті әлеуметтік еңбек құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселелерін белсенді танытқан кәсіподақ мүшесіне Қарақым жалпы орта мектебінің директоры Стаева Айсараға алғыс жарияланады. Аудандық мақалмен болсын. Осында бір алғыс хат, кеше ғана өздеріңіз білесіздер, мынау бүгін республикамызда парламент мәжілісінің және барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарын сайлау өткен. Сол сайлауда үлкен өзінің шын ниетімен, шын көңілмен, шын мына мемлекеттік қызметте және өзінің ұстаздық қызметте тапсырған қызметте жауапкершілікпен атқарған үшін ортақ жеңіске қосқан сіздің үлесіңізді елбасы партия төрағасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саясатын қолдау және Қазақстан 2050 стратегиясында белгіленген ел дамуының ұзақ мерзімді басымдықтарын одан әрі ұтымды жүзеге асыруға арналған бағытта қолдау деп білеміз. Сізге зор денсаулық, жаңа табыстар тілеймін. Партия төрағасының бірінші орынбасары Асқар Мырзахметов, құрметті Мергенбай Нұрсұлтан Тәуекелұлына. Осында аудандық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағы комитетінің диплом алғыс хатымен Ермырза Райханға алғыс жарияланады. Осындай алғыс хат мектеп мұғалімі Байжан Мираға. Осында алғыс хат мектеп мұғалімі Тәліпбай Гүлжипаға. Байсейіт Айнагүлге. Алғыс хат Өткелбаева Ақнұрға. Алғыс хат Абызбаева Зағираға. Осындай алғыс хат Әлжібек Клараға. Ал мерекелеріңіз аға құтты болсын. Үлкен жақсылықтарды күте берейік.
Аудандық білім бөлімінің әдіскері Абдуталипова Айгүл апайға беріледі. Оқушылар, қадірлі қонақтар, ардақты ата-аналарымыз, және мынау жаңа өмірді, жаңа қадамды үлкен аттағалы отырған біздің жас түлектер, және мынау Шапшы Қалдаяқовтың әдемі әні бар ғой, ақ бантик деген. Балауса қыз едің бір кезде шашына ақ бантик байлаған дейді. Міне сол кезде ақ бантикті байлап, осы мектептің табалдырығында 11 жыл бойы білім алып, сол біліммен қазір жан жақта елде, жерде жүрген біздің азаматшаларымыз бен азаматтарымыз, міне үлкен мамандықтың егелері. Бүгін және мектебіміздің, осы сіздердің мектептеріңіздің басшысы Айсара ханым, бүгінгі жас түлектермен қоса 20 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Үлкен қуаныш 25 мамыр соңғы қоңырау салтанатты жиындарыңызды құтты болсын, мерекелеріңіз. Ал енді ұстаздар, бірінші кезекте ұстаздарға айтқым келіп отырғаны, сапалы білім, саналы тәрбие беріп отырған жолдарыңызда, ізгілікті істеріңізде шығармашылық табыс тілейміз. Шаршамаңыздар, шаштарыңыз тек қана жаңағыдай үлкен қарт кезде ағарсын шаштарыңыз. Сол шаштарыңыздың, ағарған шаштарыңыздың жемісін оқушыларыңыздан көріңіздер. Ал бүлдіршіндер мына тардай болып, таудай болып шығып, тардай болып кірген оқушыларымыз, Құдай қаласа, елдің азаматы болсын, үлкен жас түлектер, міне сіздерге биыл үлкен алдарыңызда асу тұр. Ол асу деген сөз, яғни тестте сіздерге абыройларыңыз асқақ, мәртебелеріңіз биік болсын. Елдің, жердің намысын қорғаңыздар. Мына мектептеріңіздің бірінші мәртебесін, ауылдарыңыздың мәртебесін және ауданның мәртебесін көрсете беріңіздер. Сіздерге сәттілік тілеймін. Алдан қадамдарыңызда тек жақсылық көріңіздер. Барлықтарыңызға, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Енді не нәрсе, қандай тірлік болмасын, қандай жұмыс болмасын, жұмыстың нәтижесі болады. Сол нәтижесінде міндетті түрде біздің ұстаздар қауымы, оқушыларымыз марапатталады жылдағы дәстүр бойынша. Ал рұқсат етсеңіздер, сол аудандық білім бөлімінің, ауданның жан-жақтың және облыстан келген арнайы дипломдармен, мақтау қағаздарымен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Аудандық пән олимпиадасында тарих пәні бойынша жүлделі 2-ші орын иеленгені үшін Қарақұм жалпы орта мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Жолдасов Бауыржан осы мақтау қағазымен марапатталады. Ордаға салған білім бөлімінің басшысы Нафик Майханқызы. Аудандық дәл осы аудандық пән олимпиадасында қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша жүлделі 3-ші орын иеленген үшін Қарақұм жалпы орта мектебінің 9-шы А сынып оқушысы Атанбекова Ақниет осы мақтау қағазымен марапатталады. Оқушылардың аудандық өзін-өзі тану пәндік олимпиадасында жүлделі 3-ші орынды иеленген үшін Қарақұм жалпы орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Қайырбек Ұлжан марапатталады. Және де аудандық пән олимпиадасында информатика пәні бойынша жүлделі 3-ші орын иеленген үшін Қарақұм жалпы орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Айтбаева Салтанат осы мақтау қағазымен марапатталады. Құрметті оқушылар, жеңістеріңіз көп болсын. Аудандық оқушылар пәндік олимпиадасында ағылшын тілі пәні жүлделі 3-ші орын иеленген үшін 11-ші сынып оқушысы Абдуахас Жанат марапатталады. Ал енді оңтүстік Қазақстан облысының білім басқару орталығының арнайы дипломмен облыс оқушыларының нұрлы жол болашаққа бастар жол атты облыстық өнер фестивалінде ұлт мұрасы мен ел бірлігін, отансүйгіштікті насихаттаудағы зор үлесі үшін Амангелді Дидар марапатталады. Ордабасы ауданы мекеме директоры Ешенқұлов мырза. Алғыс хат. Құрметті Кенжебек Шарапат,
Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай білім жүйесінің дамуына қосқан үлесіңіз бен еңбектегі жоғары жетістіктеріңіз үшін сізге шынайы алғысымды білдіремін. Халқымыздың салт-дәстүрі мен ұрпақтар сабақтастығын дамыту мақсатында қазақ қызы қоғамның гүлі, бақыттың кілті, ананың ізі тақырыбындағы іс-шараның өтілуіне қосқан қызметіңіз үшін алғысымды білдіремін. Деніңізге саулық, отбасыңызға бақыт, еңбегіңізге қоштаса табыс тілеймін. Аудандық әйелдер кеңесі қоғам бірлестігінің төрайымы Зайтын. Ал енді Қарақұм жалпы орта мектебі. Бұл жерде аудандық адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, оны айтуға табиғаттың тілі жоқ. Тақырыбында өткен үлкен фестивальде жүлделі бірінші орынды иеленген үшін Қарақұм жалпы орта мектебінің таза ауа директорлары дейді. Командасы марапатталады. Құтты болсын. Жалпы командамен Нұрлы жол болашаққа бастар жол аудандық көрмеге қатысып, нәтижелі еңбегі үшін Қарақұм жалпы орта мектебінің технология пәнінің мұғалімі және 20 жылдық мерейтойдың иесі деп мен қосып қоюға болатын шығар, Байжан Мейрам марапатталады. Ең үздік тарих пән бірлестігі 2016 аудандық сырттай байқауында 3-ші орын иеленген үшін Қарақұм жалпы орта мектебінің тарих пәнінің бірлестік жетекшісі Зиябек Гүлдана марапатталды. Құрметті Қамысбаев Арман Қоштыбайұлы, аудандық оқушылардың пәндік олимпиадасында оқушыларыңыз жүлделі орын алып, өзіңіздің кәсіби шеберлігіңізді танытқаныңыз үшін сізді осы алғыс хатпен марапаттайды. Еңбегіңізге шығармашылық табыстар, деніңізге саулық және шәкірттеріңізге жарқын болашақ тілейді. Аудандық үздік тәлімгер байқауында педагогикалық шеберлігін, тәжірибесін жоғары деңгейде көрсетіп, бірінші орын иеленген үшін Қарақұм жалпы орта мектебінің тәлімгері Алпысбай Әлия марапатталады. Аудандық ең үздік өзін-өзі танушы 2015 сырттай байқауында озат педагогикалық тәжірибесін жоғары деңгейде көрсете білген үшін 3-ші орын иегері Қарақұм жалпы орта мектебінің мұғалімі Дулатбаева Назира марапатталады. Аудандық пәндік олимпиада информатика пәні бойынша олимпиада жеңімпазын дайындап, белсене араласқан үшін Қарақұм жалпы орта мектебінің мұғалімі Ермырза Райхан осы алғыс хатпен марапатталады. Аудандық пәндік олимпиададағы оқушыны сапалы дайындай білген үшін Қарақұм жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Салықбаева Ұлсара марапатталады. Аудандық жас өспірімдік суицидалдық мінез құлықтың психологиялық ерекшеліктері мен оның алдын алу жолдары тақырыбында өтілген практикалық семинарда сапалы сабағын ұйымдастырған үшін Қарақұм жалпы орта мектебінің мұғалімі Қалдыбек Гүлбала осы алғыс хатпен марапатталады. Дәл осындай тақырыпта Қалдар Әсия алғыс хатпен марапатталады. Дәл осындай тақырыпта Аманбаева Салтанат, Қонысбек Майра, Жорабеков Жомарт, Омар Нағыз, Талипбаева Нұрипа. Құрметті оқушылар, марапаттарыңыз құтты болсын. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Шарышу салтанатын қабыл алыңыздар.
мектеп және де болашақ грант иегерлері. Сіздерге болашақта үлкен Dear my teachers, school friends and the classmates, let's make congratulations you with result and the end of academic year. My classmates, I wish to choose a right of your life. Let's see life without any problems and difficulties. You should defend a role of life. Let's be hard only to ask you way. I wish you collect 125 points generally and medium points 99. My dear quiz teachers and pupils, I congratulate you with the 25th of May. Let's drink my congratulations to you. I be healthy and wealthy, be happy and rich. Let's collect 125 points every graduate of our school. I wish you let's do right. I successful way of Жас түлектер, сіздерді мектеп бітірулерімен құттықтаймын. Алдағы ұбт-дан жоғары балл жинауларыңа тілектеспін. Қожекелді Шолпан мен Әбдіқашанаттың орындауында «Школа, я скучаю». Қабыл алыңыздар. Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый звонкий, и бегут по теплым лужам босоногие девчонки, и уже другим качают наши школьные качели, как мы быстро повзрослели. А записки с галками все без тобой мою память никуда от них не деться. Для своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа. Мы учились, мы влюблялись, мы с тобой делили тайны. Эти 10 лет промчались, один звонок прощали. В сентябре отпустили, и затем другим ребятам. Школа, я не верю, что прошло все без возврата. А записки с галками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память никуда от них не деться. Школьные иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, не скучаю. Ни звонок, ни тетрадка на душе моей из дома. Я за чистую тетрадку в сентябре усяду дома. Напишу, о чем мечталась, всегда был со мною рядом. Школа, я скучаю по тебе и по ребятам. А записки с галками все летят ко мне из детства. Беспокою мою память никуда от них не деться. Я своих подружек школьные иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, я скучаю. Все летят ко мне из детства. Без тобой мою память никуда
скучаю. Школа, я скучаю, я скучаю. Школа, я скучаю, я скучаю. Школа, я скучаю, я скучаю. Оказалось, это больно. Школа, я скучаю. Bir saatdan tut. Ya, ne oldu? Keledi ustozlikni tandab olg'im. Ustozim ko'ngli naq peylinken, darxandығын шегі жоқ dalamenten, қазақтың қасиетті даналығын, дамылсыз шарлап білім, ой арманын өзінен жақын адам таба алмадым. Ақ жұлдыздай шарық шашқан түндегі нұр сәулесін төгер ұстаз жүрегі. Болашаққа сол жүректен нот алып, самғай берсін шәкірттердің тізбегі. Ортада 11 сынып ұстаздар құрметпен шақырсақ. Исахан Алима апай мен Егізбек Гүлжахар апай, Молдаханова Райгүл апай мен ортаға шақырсақ. Құрметті, қадірлі ата-аналар, ұлағатты ұстаздар, биіктірінде отқан жас түлектер, сіздерге айтарым, дендерің сау болсын, 11 жыл оқыған білімдеріңді ары қарай жалғастырып, мектептің атына ОБТ-дан 125 бал алып, жоғары оқу орындарыңа түсулеріңе тілектесін, дендерің сау болсын. Ал енді ауылдығынықтары Айсара ханым, 20 жылдығыңыз құтты болсын. 20 жылдықта ал биылғы бітіретін жас түлектер 20 жылдық 10 жылдықтағы келулеріңізді сұранамыз. Дендерің сау болсын. Құрметті мектеп бітіруші түлектер, сапарларыңыз сәтті болсын, қадамдарыңыз құтты болсын. Мынау 20 жылдық, 10 жылдыққа келген түлектер, сізге де табыс тілеймін. Осындай мерекелер мерекеге ұласа берсін. Құрметті түлектер, Құда қаласа ОБТ-дан жоғары бал жинап, ел мақтанышы бола берулеріне шын жүректен тілектеспін. Бүгінгі соңғы қоңырауымыз құтты болсын. Бар тілегіміз жоғары бітіріп отырушыларға ОБТ-дан жоғары балдар жинап, жақсы азамат болып өсуіне тілектеспіз. Келесі кезекте 11 сынып ұстаздарына арналған ақ тілегімізді қабыл алыңыздар. Клара апай. Клара апай. Математика пән мұғалімі. Қосып алып бөліп тағы көбейткен, шаршауданын тауып санды теңейткен. Клара апай сізге мың алғыс, есептеуді бізге талмай үйреткен. Менің ұстазым Райгүл апай. Мен алғаш мектеп есігін ашқанымда, күнім болып көріндің аспанымда. Білім болып егілдің жас шаныма, гүлім болып төгілдің асқарыма. Біз дегенде ұмытып балақамын, қас-қағымға қасыңнан тастадың ба, Райгүл апай жас шанымда. Кенжебек қызы Әтір апай. Тарих деген түп қазығы сол мәтінде барлық пән мұғалімдер мен мұғалімдерге беріледі ақ тілек. Аянбай жүріп үйреткен Әтір апай, шексіз сізге алғысым. Бүгінгі ұрпақ жалауы, бұл белгіміз бар халықтың қалауы. Жер жүзінде желбіреген қашанда, шарықтасын
Қазақстан жалауы дей отырып, Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын салтанатты түрде табыс ететін жас түлектер Мықтыбек Бегнұр, Адырбек Арай мен Мамыр Айжан. Қабыл алатын 10 сынып оқушылары Пазыл Санат пен Сабыралы Бақгүл Мыңбасы Лаура. Қазағымның көк байрағы жасасын, қырандай болып самғай берсін талмасын. Бүгінгі туды тапсырамын сендерге, ізбасары мына елдің самғасын. Қазақтың көк туы көк аспанымызда мәңгі желбірей берсін. 125-тен астам ұлт пен ұлыстың басын қосқан Қазақстан Республикасының бейбітшілік алауы еш сөнбесін. Қазақтың көк туын көк аспанымызда мәңгі желбіреп ұстауға ант етемін. Қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат егеуреп, шымырлатқан әлегі, көк тудың желбірегені, жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Елдіктің асқақ беделі, жан-жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені, көк тудың желбірегені, жаныма Рухани нәріміз, әне білім келеді, қол соғайық бәріміз. Алдарыңнан арман жолы ашылады, тілектерге бақыт гүлі шашылады. Қимастықпен 11-дің алтын кілтін ізбасар сыныпқа тапсырады. Білім кілті мен білім кітабын тапсырушы мектеп түлектері Бектібай Дәуіржан мен Әбдірәсіл Аяуын қабыл алатын 10-шы сынып оқушылары Үсенбай Олас, Үрмахамбет Өстірік. Аяқтап бүгін мектепті. Аяқтап бүгін дары. Тілегей теңіз білімнің қабылдап алдық кілетін, білімімізбен ақтаймыз жас түлектердің үмітін. Ақ жолға бізді бастасын, қасиетті кілетім, кедергілер кездеспей, құшақ жайсын нұрлы күн. Түлектерге кішкене тілегім бар еді, айтып жіберейін. Біз сіздерге тілейміз, орындалсын санарман, биік болсын білімің шыңға біткен шынардан. 125 бал жина, ұстаздар шықсын құмардан. Атаныңыздар жас түлек, аспаннан айды шығарған. Білімге басқан жастардың ғылымды іздер үніліп, өмірге сапар бастадық, алдында үміт тұр үміт. Білімді құшып санаңа шәкірт болыңдар білікті. Орнымызды нық басар деп тапсырамыз алтын кілтті. Білім кілтін тапсырамыз.
Жаңа өмірде кім түледі? Жақсы ұрпақ еліміздің шын тілегі. Ортаға шығып кәнекей тілек айтсын, бірінші сыныптың мен деген түлектері. Қойған дерсіз шырақтардан шапшағып, қара тақта ақпақ парта қатар, отырдық біз сипаптар тарқалып. Жан ұстазым жақырым, аямаған жақылыз, жақсы ұстаз болмаған, көп нәрседен мақұрым. Жақында әпшелерім, ағаларым, сіздерді бүгінгі мектеп бітіріп жатқандарыңызбен құттықтаймын. Қанаттарыңыз талмасын, ұзаққа самғаңызды. Ұстаздарыма арнаймын. Шу-шу етіп жан-жақтан шаршатқанда болармыз. Жанға тыныш жазайын, аңсатқанда болармыз. Мектеп ұстаздарым, атанам, сенен өсіп, сенен ғана наралам. Саян ұстаз сен әуелі бәкеде, тамсандырып сан тарапқа таралған. Арналған сыйлығымызды қабыл алыңыздар. Енді кезекте біздің 20 жылдықтарымыз осы 11 сыныптарға әкелген сыйлықтарын бергісі келеді екен. Қошеметпен ортаны кішкене ашшылайық балалар. 11 сынып түлектері ағаларымыз бен әпшелерімізді ортаға бірінші сынып түлектеріне осы кісілердей үлкен азамат болсын, ел сыйлайтын құрметті ханымдар мен мырзалар болсын деген ниетпен. Қалғандарын апайларға жасағандар олар өздері ағасы баласы. Рахмет. Мектептің атын оқушысынан емес, оқушылардың жетістігі шығарады. Сонымен 11 сынып оқушылар Досам Мөлдір математика пәні бойынша аймақтық олимпиададан бірінші орын. Ал аудандық олимпиададан белге үміткері болып отыр. Идалы Мұхамеджан спорт шебері түрлі жарыстар белсене қатысып, үздіктер қатарынан көрініп жүр. Жақсылы Жансая физика пәні бойынша аймақтық олимпиадада жүлделі 2-ші орын иеленді. Қоғамдық жұмыстарға белсене қатысушы. Әбдірәсір Аяулым биология пәні бойынша аймақтық олимпиадада жүлдегер 3-ші орын иеленді. Әбдуақаш Жанат ағылшын пәні бойынша аймақтық олимпиададан 2-ші орын, аудандық олимпиададан 3-ші орын иеленді. Спорттық жарыстарға белсене қатысушы. Молдабек Нұрлыби спорт шебері, спорттық ойындардың жеңімпазы. Қыдырәлі Гүлзада химия пәні бойынша аймақтық олимпиададан 3-ші орын иегері. Бірінші сынып оқушыларының биін қабыл алыңыздар.
Başım ayday Elim solay saray Şegeç var kalan var şaşırsa da Kundum aymasımız Kosulmayday Elim solay saray Boyuna şaşım geliday hayru hay Ne demeyday hastışlar ayrı Elim solay saray Dizini sen hastışlar ayrı hay Bana banday şayet şayet hay Elim solay saray Köpüntügen ben muhallimlerimizge degen algısımız şeksiz. Dinleriniz sağ olsun. Önemi gülli şaynap şire beriniz degen tilekpen sizlerden hürmetlerine arnalgan 2016 jaz tilekler bilen kabul alыңыздар.
сыйлайтын бүгін сәтті күн аңсаған бұл ең тәтті күн күлімдеп билейтін көңілдердің елжірейтін бүгін мен ал бақытты күн бақытты жасалайық қуана қосылайық әніме қандерлерге қосылайық бақытты жасалайық қуана қосылайық әніме қандерлерге қосылайық Мой будильник сходит с ума, когда я сплю. Ведь она не понимает, что я не люблю просыпаться рано утром. Для меня бывает трудно. Эти первые минуты просто беда. Так не хочется вставать, дай мне 5 минут. Тебя я крепко обниму, дела подождут. Нас с тобой не будет мучить мой мобильный на беззвучный. Недоступен пока. Открывай глаза, спящая красавица. Поцелуй меня, ведь нам это нравится. Победи моей, эта ночь останется. Очень жаль, что это было. Ты буди, опять будешь ты буди. На работу ты веди, зачем тебя я замутил? Ты буди, опять будешь ты буди. Нам чуть не веди, и тебе пора идти. Опять будешь ты буди. На работу ты веди, зачем тебя я замутил? Ты буди, опять будешь ты буди. На учебу ты веди, и тебе пора идти. Just run through the stars and we'll be alone. We may never go. So let's go the way I'll take you to the place where we fell in love. If I got you, it's enough. Жақсы болады арқаға тағы жүрек сен деп соғады көңілің жүре толады бәрі жақсы болады Салтанатты түрде жиыннан шығарылсын.
әр саласында еңбек етіп жүрген 10 жылдық, 20 жылдық кездесуге келген аға әпкелерімізді құрметпен ортаға шақырамыз. Октябрь орта мектебінің ұстаздары, оқушылары және де мектеп бітіруші түлектер және ата-аналар. Мынау міне алыпта неде барлық анадан туады деп барлық айналып осы ұстаздардың арқасы мектебімізді бітіріп осы 20 жылдан кейін міне біз оралып қалушы жатыр. Әуелі Алланың арқасы, содан кейін міне қарадай болып кіріп, үлкен түйеде болып шығып жатыр. Осы мектеп бітірушілерінің несінің арқасында сіздерге тілейтін тек қана табыс, ентіден жақсылық өтулеріңізге біз тілектеспіз. Мен ойлаймын, осындай үлкен мектептің арқасы деп, үлкен ғалымдар, жігіттер біздің алдымызда, бізден кейін де жігіттер шықты, осы ұстаздардың арқасында. Ұстаздық болған жалықпас, үйретуден балаға деп айтады. Ағайлар, апайлар, бірінші сіздердің арқаларыңыз, қаншама шәкірттер тәрбиеледіңіздер, сол шәкірттердің жемісін көре беріңіздер. Мына түлектерге тілейтін тек қана жолдарыңыз ашық болсын, ентіден аман есен өтулеріңізге біз тілектеспіз. Саламатсыздар ма, ұлағатты ұстаздар? Жас, біз сияқты жас түлектер барлықтарыңызбен амандасып алайық. Арман қойып Алтынияға мектебіміздің соңғы қоңырауына бұдан да 20 жыл бұрын бізге де бүгін 20 жыл болып қапты осы мектепке келгенімізге. Ұлағатты ұстаздар, сіздерге арнап бір 4 жұмақ өлеңім бар, соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Терең білім берсең деп аянбадым, тұңғыш әріп үйреттің аямадым. Тарыдай бір шүптер таудай болса, орындалған секілді бар арман. Дей келе, біздің қазіргі осы мұғалімдер, ұлағатты ұстаздарға, бізге еңбегі сіңген ұстаздарға, өзімнің жанұямның атынан кішкене ғана гүл шоқтарын және 79-дардың атынан гүл шоқтарын ұсынуға рұқсат етіңіздер. Содан бұқаралық ақпарат құралдарынан алғыс хат әкелінді, соны тапсыруға рұқсат етіңіздер. Шапалағыр қойайық. Құрметті Айшара Нұржігіт қызына, сізді ұстаз жолы қоғамдық қорының атынан білім беру саласының жүйесін жетілдіру, сапасын арттыру жолында көп жылдан бері жас жеткіншектер тәрбиелеуде қызметтік міндеттеріңізді абыройлы атқарып, адал еңбегіңізбен қоғамдық жұмыстарға белсене араласқаныңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Отанымыздың егемендігі күш қуаты мен қауіпсіздігін нығайту жолында табысты әрі жемісті еңбек ете беруіңізге сенімдіміз. Сізге зор денсаулық, сәттілік пен абырой тілейміз. Ұстаз жолы қоғамдық қорының президенті Ануар Тәжібай. Осындай құрмет Атыр Кенжебек қызына. Арысбек Пазылұлы ағайға. Әтірапай. Марапаттау рәсімін жалғастырамыз. Оңтүстік Қазақстан облысы Жан Дүние Республикалық қоғамдық психологиялық газеті алғыс хат жариялайды. Жан Дүние Республикалық қоғамдық психологиялық газетінің 5 жылдық мерекесіне орай сізге шексіз алғысымызды білдіреміз. Осы жылдар ішінде бала тәрбиесі, отбасы бақытына қалам тербеген редакция ұжымына рухани демеу, ақжарма пейіл көрсетіп, достық ынтаңызды таныттыңыз. Біз осындай әрбір оқырманымызға шын жүректен дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, береке мен табыс тілейміз. Сізбен біз
жеңіс жақсылықтар жолында жүздестіруге жазсын деп бас редакторы Алтынай Мәденқызының атынан құрметті Шарапат Берікқызы марапатталады. Осындай алғыс хатпенен Ұлданай Қайтбекқызы марапатталады. Шапалақ ұрпай. Облыстық Жан Дүние газеті редакторының атынан Күлипа Мықтыбекқызы марапатталады. Құрмет грамотасымен білім саласында тер төгіп, жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие беруде игілікті істер және ұлағатты ұстаздық жолында шығармашылық ізденістер арқасында өз шеберлігін, біліктігін жоғары дәрежеде танытып жүрген Талғат Жеталыұлына марапатталады. Дөңгеленген дүние газетінің бас редакторы Еділ Талғатұлына. Осындай марапаттау үш апайымызға бар. Мира Ендібайқызына марапатталады. Ендібай Тұрмағанбет ұлына құттықталады. Құрмет грамотасы Ендібай Тұрмағанбет ағайымызға беріледі. Бұл да құрмет грамотасы Дөңгеленген дүние газетінің бас редакторының атынан Еділ Талғатұлының атынан Бақытгүл Мұсақызына марапатталынады. Құттықтаймыз. Білмеймін, не алды? Ау? 20 жыл көз алдымызда өтті де кетті. Міне 20 жылдық түлектер біз ұшқан ұямызға 20 жылдан кейін оралып, міне ол қолымызға алғаш қалам ұстатқан ұстаздарымызды көріп, апайларымыз және ағайларымызды көріп, арқамыздан өсіп келе жатқан жеткіншектерді көріп, мінекей мынау мектеп табалдырығын қабылданып жатқан балапан балғындарды көріп, ауылдың таза ауасын жұтып, сіздердің жайдары жүздеріңізді көріп, қуанып толқып тұрған жайымыз бар. Ұлылар да ұстаздан білім алған, ұстаздардан оянған үміт арман, болашақтың мұғалім ата-анасы, бұдан артық бола ма? Биік арман десек, сол биік арманды жетелеп, мінекей бізді осындай дәрежеге жеткізген ұстаздар алдарыңызда бас иеміз. Арнайы адресат алып келдім, соны оқып табыстауға рұқсат етсеңіздер. Құрметті Ордабасы ауданы Қарақұм жалпы орта мектебінің ұлағатты ұстаздары, сіздерді Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойымен тұспа-тұс келіп отырған 25 мамыр салтанатты мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздер білім беру ошағына білім нәрін сеуіп, білім саласында абыройлы мамандық, ұстаздықты таңдап, жас ұрпаққа білім мен тәрбие беруде қажыр қайраттарыңызды серік етіп, ұстаздық жолында жас буындарды тәрбиелеуде аямай еселі еңбек етіп жүрсіздер. Тәрбие басы тал бесік екенін әрдайым есте тұта, балаларымыздың заманауи жағдайда тәрбиеленуі мен оқып үйренуіне өмірлік берік іргетасын қалаудағы еңбектеріңіз орасан. Сіздердің кәсіби біліктіліктеріңіз, жұмысқа, тапсырылған міндетке, жауапкершіліктеріңіз, өздеріңізге және білім берген шәкірттеріңізге үлгі боларлық, жоғарғы сый құрметке ие кәсіби мамансыздар. Сіздер тәрбиелеген шәкірттер еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі салалар бойынша жоғарғы дәрежелі қызметтер атқарып жүр. Міне олар жоғарыда, бір шапалақ ұрып қойсаңыздар. Құрметті ұстаздар, бұл сіздердің жемістеріңіз. Алдағы уақытта да іскерліктеріңіз бен мол тәжірибелеріңіздің арқасында
мемлекетіміздің өсіп өркендеуі мен оқу тәрбие ұйымдастыру жұмыстарын жемісті жүргізу жолында үлес қоса беретіндеріңізге сенімім мол. Сіздерді мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтап, зор денсаулық отбасыларыңызға қуаныш пен бақыт тілеймін деп облыстық білім басқармасының басшысы Қуандық Құлажанов ағамыз арнайы адресатты. Айсара апай, осы ұжымға, алтын ұстаздарға арнайы өзінің қолын қойып тапсыруға рұқсат етіңіздер. Шапалақ қойыңыздар. Және бүгінгі салтанатты іс-шараны жоғарғы дәрежеде ұйымдастырғаны үшін Айсара апайымызға тағы шапалақ ұрып қояйық. Мықты басшының осындай керемет салтанатты іс-шара өтіп жатыр. Рахмет. 20 жылдықтың түлегі біздің құрдасымыз. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Қарағым орта мектебі жасай берсін. Білімді оқушы, дарынды оқушыларымыз көбейіп, облыстың, республиканың үлкен биіктерінен көріне берсін. Біз сіздермен мақтанамыз және мақтанамыз. Барлықтарыңызға мынау алдағы ұлттық бірыңғай тесттен жоғарғы балға өтіп үлкен грант иесі болуларыңызға шын жүректен тілектеспіз. Тұрыңыздар бір минутқа. Сыңғырла соңғы қоңырау. Тілегім болсын түлекке, киелі үнін күш берсін. Лүпілдеп соққан жүрекке. Соңғы қоңырауды соғатын жас түлек, бірінші сынып оқушысы. Дарынды оқушының даңқы шығарады. Ендесе сол мақтаныштарымыздың бірі 2016 жылғы жас түлек, бірнеше байқаулардың жеңімпазы, түрлі қоғамдық жұмыстарға белсене қатысушы, мектебіміздің мақтанышы, биылғы жылдың алтын белгі үміткері Доса Мөлдірдің ақ тілегін қабыл алыңыздар. Армысыздар аяулы ұстаздар мен ата-аналар, қымбатты мектеп бітіруші түлектер. Біз бүгін Алтын Орда білім шаңырағымыздан арманымызға қанат балап, болашаққа қадам басқалы тұрмыз. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастарға үлкен үміт артып, бәсекеге қабілетті мемлекет болуымыздың бірден-бір кепілі, білімді жастар екенін атап көрсетті. Елбасымыздың Қазақстанның болашағы жастар үшін жасаған жарқын істері ризашылықпен қабылдаймыз. Ал біз алған білімімізді егеменді еліміздің болашағының гүлденуі үшін жұмсаймыз. Құрметті Ыстаева Айсара Нұржігіт қызы, ел тарихын халықтан алын қастерлеуде біз үшін үлкен істер атқарып жүрсіз. Бұл біз үшін үлкен өнеге. Әрдайым қамқорлықпен қарап, әрбір бастамамызға қолдау көрсетіп келесіз. Ал біз үлгілі тәртібімізбен, озат оқуымызбен, өз мүддемізден ел мүддесін жоғары қоятын, ел жақтаған азаматтар болуға ұмтыламыз. Қырандай баптап, биікке шыға отырған ардақты ұстаздарға барлық мектеп бітіруші түлектер атынан аяулы алақандарыңызбен, жылы жүректеріңізбен, үлкен еңбектеріңіз үшін зор алғысымды айтамын. Барлық мектеп бітіруші түлектер атынан тәуелсіз еліміздің көк туын биік ұстаймыз. Өз білімімізді егеменді еліміздің болашағы үшін жұмсаймыз. Қазақстанның бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына қосылуына лайықты үлес қосамыз деп уәде береміз. Сонымен қатар, ауылымыздың игілігі үшін түрлі жарқын істер істеуге, ауылымды көркейтуге, дамуына салмақты үлес қосып, мектебіміздің абыройын асқақтатуға уәде береміз. Сіздер тілекші болсаңыздар, үміт артсаңыздар, солғыр үміттеріңізді, алтын белгімді ақтауға барынша тырысамын. Егерде сол бір шыңға жетер болсам, жеңісті болсам, бұл жеңіс менің ғана жеңісім емес. Бұл жеңіс менің ата-анамның, мектебімнің, достарымның, құрметті ұстаздарымның, құрметті Ыстаева Айсара апайымның жеңісі болмақ. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сәт сапар жас түлектер. Алға қарай ұмтыла беріңіздер. Сыңғырла соң қоңырау, тілегім болсын түлекке, киелі үнін берсін лүпілдеп соққан жүрекке.
Қоңырау соғатын жас түлек 1-ші сынып оқушысы. Келген аға әпкелеріміздің әнін қабыл алыңыздар.
Tіршілік қайнап тұрса, көңілің сайрап тұрса, жасанып жайнап тұрса, далаң сөндірме жанарыңды, жасырма тағдырыңды, бақытқа әр күніңді. Далаң арманың барда, шаршама қалма, жасанып қалма, жүре бер тек алға. Өмір сынаса, көңілге алма, әліңді жалға, жүре бер тек алға. Өткелі әрқашанда бәрі сәтсіз күн оралмасын, қайғылар жоламасын, жүректен жоғалмасын. Сәні арманың барда, шаршама қалма, жасқанып қалма, жүре бер тек алға. Өмір сынаса, көңілге алма, әліңді жалға, жүре бер тек алға. Шаршама қалма, жүре бер әрқашанда алға. Өмір сынаса, көңілге алма, жүре бер әрқашанда. Бақ жұлдызың жанады, арманға қанат қағады. Мұңайма ешқашанда өмірде, әр адам бақыт табады. Жүре бер тек алға, өмір сынаса, көңілге алма, әліңді жалға, жүре бер тек алға. Тілектер, тойларыңыз тойға ұлассын. Ағайын, ортада ән Тынысбек, Нұргүл мен Ақылбек ұлдананың орындауында Қошмол мектебін қабыл алыңыздар.
кетем алдан уян, ұшып барам мен сенен. Қош болыңыздар, қанаттанып самғадым. Қош болыңыздар, еркелігімді көтерген. Қош бол мәңгі, қайта оралмас балалық. Ақ жол бізге тіледі, ұстаздарым қала бердің тағы да. Асық етіп жүрермін ақылым мен білімімді жаныма. Қош бол етем алдан ұян, ұшып барам мен сенен. Қош бол достар, қанаттанып самғадым. Қош бол ұстаз, еркелігімді көтерген. Қош бол мәңгі, қайта оралмас балалық. Шын өмірді бастады, армандарға